Құрметті қазақ елі, мына ана тіл, қазақ тіл мәселесін көтеріп жатыр, ол халық болып. Өте дұрыс. Мына мемлекет қызметке орналасқанда талап етеміз халық болып, жаңа үкіметтен. Обязательно міндетті түрде ана тілін білу керек. Сосын орысша қосымша білсе біле берсін, орысша сұрақ қойса орысша жауап берер. Қазақша қойылған сұраққа қазақша жауап беру керек. Осыған келісесіздер ма? Келіспейсіздер ма? Басқаша сөйлесейік онда халық болып. Не істейміз? Бізге ондай үкімет керек емес. Қаламаймыз, халық қаламаған үкімет кімге керек? Кімді басқарасыңдар сонда? Министр, депутаттарды басқару үшін құрылған үкімет па не бұл? Неге халықтың талабын орындамайсыздар онда? Халықты басқарам деп келдің ба? Халықтың талабы сол. Мысалы, мен қазақпын, мен қазақша саған қойып тұрмын сұрағымды. Қазақша талабымды қойып тұрмын. Орысша, ұйғыр келіп орысша қойып жатса, жауап бере беріңіз. Беріңіз. Біз сізге еш нәрсе айтпаймыз. Түсінікті ме сіздерге? Ана тіліміздің мәртебесін кеше естіген шығарсыздар енді. Армияда азаматтық борышын өтеп жатқан біздің әскери балаларды ұрып соғу, оның мәселесін біз енді халық болып айтып жатырмық қой. Ол не үшін ұрып соғады? Ақша сұрайды біріншіден. Сосын ол кейбір балалар енді оны күнде ұрып соққанға көнбейді ғой, асылып қалуы мүмкін. Соған байланысты мына әскерилердің бұрынғы үкіметтің өзі бұларға көмектесті. Неге алып тастайсыздар олардың несін? Мысалы, мына пәтер жалдауға көмектесті бұларға, ақша бөліп. Үй берді тегін. Олардың сосын жалақысын көтеріңдер офицерлердің, ана военнослужащийлар. Сосын олардың премиальныйға қосымша беретін сыйақыларын дайында. Кеше мысалы бір жақсы жігітті мен салдым ғой видеосы, қалай әскерилер күшті қолдады. Мен сондай жігіттерді жұмыс бабында көтермелеңіздер. Үкімет өйткені бізді қорғап тыныш ұйқымыз осыларға байланысты ғой. Қазір жан-жақта соғыс. Әскерилердің жағдайын жасап, мына мәселені шешіңіздер, ақша сұрамайтын. Азаматтық борышын өтеп жатқан балалар, ол неге мысалы ұрып соғады? Ұрып соққанда ол ақша сұрайды, белгілі. Сосын әскерилерге ол байдың баласы бармайды. Сол қарапайым отбасында 10 баласы бар, үйде көп балалы сондай балалар барады ғой, енді амал жоқ. Бармасына қоймайды. Барсын, жақсы елімізді қорғап жатқан балалар ғой. Бүкіл жағдайын жасаңдар. Біріншіден, екіншіден, соны қабылдап алатын офицерлер, военнослужащийлардың жалақысын көтеру керек. Солар сол кезде олардың да жұмысы оңай емес қой, давай ұрып соқпасын балаларды. Енді ақша керек қой, олардың өткенде өздеріңіз көрдіңіз, президентке үндеу жасады соның келіншектері шығып. Айтты ғой, жағдайымыз жоқ, бүкіл осы ені алып тастады үкімет беретін қосымшаның бәрін, айлық төмен деп. Сосын олар амал жоқ, үйіне күн көру үшін кредиті бар, несі бар, балаларды ұрып соққызады ғой, белгілі бетпеке ғой. Соларға сеніп жіберіп отыр ғой. Осы мәселені әлі шешкен жоқсыздар, шешу керексіздер ғой, енді қашанғы айта береміз халық болып. Ертең бір нәрсе болса ренжисіздер сосын.